Бәріне сәлем, дәке жабық арнасында тікелей эфир болып отыр. Бізде қазір Дали деген модель бар. GPT-4 ол қарашы, екеуінің айырмашылығын. Бір ғана бірдей промпт берді, но бізде мынандай әдемі шықты. Оның айырмашылығы бізге былай істеу керек қазір. Но бізде Google Colab. Білесің ба Google Colab дегенді? Мына жерде сен Pythonның кодтарын не істей аласың. Браузерде отырып, егер сенің компьютерің нашар болса, мысалы да, модель обучать етуге бірдеңе код жасаған кезде осыған келіп жасасам болады. Egg on chip. Міне шықты. Қара. Мен үш-ақ сөз жаздым ғой, ол барды да не істеді? Image a playful scan in the lush green meadow. Жасыл шалғындағы ойнақы көріністі елестетіп көріңізші. Бұл тыныш жағдайда ақ түсті үрпілдек үлкен қойлар бейбіт түрде жайылады. Қойлар жүнді мықтап бұйралап, міне қара, бұйралап деп тұр. Мынаны көрдің ба? Бұйралап дейді, сосын оған сүйкімді көрініс беріп спортпен айналысады дейді. Ойбай, немене нәрсе ол? Бұл жүнді қорғанның үстіне қонған қарапайым белсіз сопақ жұмыртқа дейді. Мына жерде мақта сияқты ғой, тура үстінде. Сосын жұмыртқаның тегіс құрылымы мен қойдың жүнді пальтосының арасында қарама-қайшылық осы таңқаларлық комбинация бірегей көрнекі элемент жасайды. Короче, түсіндің ба қалай жасайтын модельдің? Біздің негізгі промпт арқылы барады да өзі генерация жасайды. Енді қара, бізде Dali деген, енді жалпы ол бізде модель өзі суреттерді обучать еткен ғой, но қосымша GPT-4 деген модель шықты. Сонымен бірге жасалған ғой Dali деген. Ал Dali 2, походу, 3-5 модельмен жасалған шығар, жәнегі мәтіндік не бойынша, модель бойынша. Енді қазір бізде қандай модель шықты соңғы? Мысалы, біз қазір чатта сөйлесіп отырмыз ғой. Ол бізде қандай модель? Ол бізде, міне, ойбай, GPT-4o, 4o деген. Түсіндірсің ба? Қазақшасын оның көріп пе едің? Қазақшасы жақсы. До этого 4-ші модель, 3-5 модель өте нашар болған. Енді сол 4o модель ең мықты модель ғой. Сол себептен бізде қазіргі суретті жасап бер дегенше қазіргі соңғы бағана кеше сен сұраған бар ғой. Чибили ме аталайды. Солған convert to Chibili. Сол. Ол мәтінді де жақсы жасайды, одан кейін обучать еткенде де жақсы обучать еткен ол, короче. Соған байланысты ол мықты шыққан. Промптты қарайықшы. Мұнда айтады, шығанақ көпіріне қарайтын дейді. Қара, шығанақ көпіріне қарайтын бөлмеде шыны тақтаның телефонмен түсірген кең сурет дейді. Көрініс өрісінде үлкен OpenAI алгоритмі бар. Футболка киіп, жазып жатқан әйел бейнеленген дейді. Қолжазба табиғи және аздап лас болып көрінеді. Біз фотографтың шағыласқанын көреміз. Қара, бүкіл нәрсе бар ма? Бар. Мына жерде не тұр, даже шығанақ көпірі тұр. Мына жерде адам тұр, суретке түсіріп. Мына жерде мәтін қолмен жазылған прям. Одан кейін келесі промпт. Мына енді адамдардың түрлері сәл не тұр екен, көзі мына жақтың. Журналдар болады ғой. Соны жіберген, сосын оны не жасап берген. Қазіргі, но бізде патенттер ғой, короче, патенттердің несі ғой дейме? Картинкалар ғой дейме? Соларды не жасап бер дейді? English patent 2025 кәдімгі шынайы сурет жасап берген. Қара. Мына сурет, міне мынандай. Базы жоқ. Качествосы. Келесі көріп, минимум жасап бер. Келесі бізде, мынау енді күшті бар ғой. Мощный, инфографика, дизайнерлерге кайф. Сен анау неге шығасың ғой, мысалы, презентация дайындағанда айтасың, істеп берші деп осындай деп. Содан саған осындай жасап береді. Ема, базы жоқ. Мен қиналып іздеп отыратын едім неден? Интернеттен. Сосын келесі create education poster, базы жоқ. Сосын келесі matcha instruction, мынауда енді мощно. Бізде paparazzi style дейді. Сосын мынандай сурет. Мынау анау картинка ғой. Соны жасаған ғой. Қарасайшы. Қанша сағат отырдың мен? 2 сағат отырған ма не? Все, жақсы, давайте кетме. Сосын, курс туралы тағы да жаза жатам ғой. Давайте. Стрим қалай болды, соны комментария жаза салыңдар неге. Қазір пост саламын соған. Давайте. Все, конечно.